Бүгін мен мына кітаптың ішіндегі құраққа арналған ою-өрнектерді шетінен мына суреттеріне қарап, өлшемін шығарып, есептеп, құрақ көздерін жасап жатқам. Енді осының ішіндегі мынау жұлдыз құрақ деген құрақты құрамақшымын. Міне мынандай етіп құрап алдым. Жұлдыз құрақ. Осы құрақты қалай құрағанымды көрсетейін. Ол үшін мынандай шыт алып аламыз астына. Ол шытты міне 28 етіп үлкендеу қылып алып алдым. Міне 28 үлкендеу етіп алдым. Негізі одан кішілеу кетеді, бірақ мен артығымен алдым. Сосын оның орталығын тауып алдым, былай сызып. Сосын кейін осыған міне ортасындағы квадратты алдым. Бұл жердегі түстер негізінде мына түстер мен ана велюрдің қиындыларын тауысу үшін осы түстерді алдым. Негізінде мына жерге қызыл түс кету керек, мына жерге сары түс кету керек. Жұлдыз құрағы болғандықтан мына жерлерге жасыл кетеді, мына жерге дұрыс осындай ақшыл, мынау фиолетовыйдың орнына қызыл кетеді да, мына жерге қара көк кетіп тұр кітапта. Ал мен бірақ енді ол түстерін азайтып, мынау осындай түстерді жарату үшін осындай түстермен алдым. Енді осы шыттың ортасына міне мынандай етіп 9-да 9 өлшемін алып аламыз. Бұл негізі қызыл болу керек. Соны мынау бұрыштарын келтіріп, былайынан тігіп шығамыз бірінші. Содан кейін мынандай сарының орнына мынандай бежевейді алдым. Бұның өлшемі 6-да 6. Жасылдың орнына осындай жасылдың өзін алдым. Бұның да өлшемі 6-да 6. Мынада 4 дана, міне. 1, 2, 3, 4. Мынадан да сондай 4, міне. 1, 2, 3, 4. Бұлардың орталарын тігеміз дейді. Тігіп, сонда мынандай үшбұрыштар шығады. Мынандай үшбұрыштар шығады. Содан кейін мынандай көк керек шетіне. Шеттерінен мынандай ақшыл көк керек. Бұның да өлшемі 6-да 6. Бұл да 4 керек, 1, 2, 3, 4, мынандай 4. Барлығына 4-4-тен кетеді. Содан кейін мына шеттен мынандай жолақтар кетеді. Бұның ені 3 сантиметр. Міне ені 3 сантиметр былайына. Керек нәрселер осылар. Енді бұл тігісті астына мата салмай тігіп алса да болады, бірақ енді мынау кішкене майдағақ алғаннан кейін матаға тігіп отырмын. Енді бұны қоя тұрамыз. Мынау бұрыштарын тігіп алу керек, мыналар біріне-бірін жалғап. Ол үшін мынау сары мен жасылды аламыз. Сөйтіп былай түктерін бір-біріне қаратып еттестіріп аламыз да. Мынау ортадағы сызған сызықты екі жағынан машинканың лапкасына қойып, былайынан тігіп шығамыз. Мына ортасынан тігіп алдық, мына ортасынан екі жағынан тігіп алдық. Енді осыны